Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып электр энергиясы қайдан алынады және электр құбылысы. Оқушылар, мынандай сұрақ қоям, жауап беріп көріңіздер. Үйінде қандай электр құралдары бар? Олар жұмыс істеу үшін не керек? Электр құралдары іске қосылу үшін не істеу керек? Қане? Электр энергиясын электр энергия көздерінен алады екенбіз. Мына суреттерге назар аударайық. Батареялардағы электр энергиясы химиялық үдеріс нәтижесінде алынады. Су электр станциясы ірі өзендерге салынады. Ол су ағынның энергиясын электр энергиясына айналдырады. Күн батареялары күн сәулесі мол түсетін жерлерге орнатылады. Олар күн энергиясын электр энергиясына айналдырады. Жел генераторы желдің күшінен электр энергиясын өндіреді. Оларды жел соғып тұратын ашық жерлерге орнатады. Сен білесің бе, 150 жылдан бері дүние жүзі бойынша экспо көрмесі ұйымдастырылып келеді. Онда көптеген елдердің техникалық жетістіктері көрсетіледі. Қазіргі кезде адамдар экологиялық қауіпсіз энергия көздерін пайдалануға тырысады. Әсіресе Калифорнияда. Естеріңізге түсіріңіздер, 2017 жылы Астана қаласында халықаралық экспо көрмесі өткен. Қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы болашақтың энергиясы тақырыбында өтті. Ал сол сөз болашақ энергия деп отырғанымыз мүлдем таусылмайтын энергияны айтамыз. Мүлдем таусылмайтын энергия болуы мүмкін бе? Әрине. Жаңағы айтқан су, жел, күн энергиясы таусылмайтын табиғи ресурстар. Енді оқушылар, осы орайда мына сұраққа жауап беріңіздер. Электр энергиясы көздері қандай зиян келтіреді? Электр көздерінің қайсысы қауіпсіз? Ойыңды түсіндір. Енді электр құбылысын қарастырайық. Оқушылар, жануарлар да электр зарядын шығарады. Қане таныс болайық. Жайынның электр зарядын шығаратын мүшелері денесінің бойында орналасқан. Семсер балық Амазонка өзенінің тұщы суында тіршілік ететін балық. Ол әлсіз электр зарядын шығаратын балықтарға жатады. Тропиктік Америка өзендерінде тіршілік ететін жылан балық ең күшті электр зарядын шығаратын балық. Ол адам өмірі үшін өте қауіпті. Тұмсықты балық, тұщы су балығы, ол Африканың лай суларында тіршілік етеді. Тұтас қанаттар жемтігін өзінің электр разрядтарымен жансыздандырады. Электр зарядын шығаратын жануарлармен таныс болдық. Енді тағы да басқа құбылыстармен танысайық. Күн күркіреуі және найзағай. Ерте заманда адамдар найзағайды айрықша құбылыс санап, одан үрейленген. Себебі оның қалай пайда болатынын білмеген. Электр құбылысының пайдасы да зияны да бар. Қауіпті табиғи құбылыстың бірі найзағай. Аспанда қара бұлт жапқан кезде онда электр разряды шоғырланады. Оның разрядталуынан найзағай пайда болады. Ол гурт тудыруы мүмкін. Найзағай үнемі биік заттарға түседі. Мысалы, ол айдаладағы жалғыз өсіп тұрған ағашқа түсуі мүмкін. Сондықтан күн күркіреп жауын жауғанда ағаштың жанында тұруға болмайды. Бүгінгі сабақтың кері байланысы ретінде тақырып бойынша нені есіңе сақтадың, соны дәптерге жазып шық. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік.